Барлығына сәлем, сіздермен бірге Жанна, және мен бүгін сізге Гемини фильмі туралы айтып беремін. Мұның бәрі өз ісінің маманы Генри Броганның демонстрациясынан басталады. Ол күдікті Валерийді жою үшін триггерді тартуға дайын. Оған әріптесі Марино көмектеседі. Ол пойызда отырып, Генриге қажетті барлық ақпаратты береді. Бірақ Валерийдің артында тұруға шешім қабылдаған қыздың кесірінен бүкіл жоспар аздап бұзылады. Және ол кетіп қалғаннан кейін пойыз туннельдің ішіне кіруге бірнеше секунд қалғанда оқ жаудырады. Содан кейін Марино оған өзінің дәлдігіне таң қалғанын айтады, және ол Генри жоюды сұраған бейнежазбаны көрсетеді. Біраз уақыттан кейін Генри бұл істі тастап тыныш өмір сүруді шешеді. Кейінірек Дил есімді әріптесі келеді. Оған қатардан кеткісі келетіні туралы хабарлайды. Содан кейін ол қайықты жалға алады. Ол жерде Дэнни қайық қызметкері және құпия агент. Оған қайық тек Валерийдің жақсы адам екендігі туралы құпияны ашатын Джекті жеткізу үшін қажет болды. Генриге ұсынған барлық деректер жалған болады. Осы уақыт ішінде оны DAI директоры Джанет бақылап отырды. Генри құпия деректерді біле алатынын түсініп, Клей бұрынғы жұмысшысын жою үшін қолдау сұрайды. Генриге ораламыз. Ол біртүрлі сым табады. Бұл оны Дэннимен диалог құруға итермелейді. Өйткені ол DAI тыңшысы деп санайды. Бірақ ол бәрін жоққа шығарады және сұрақтардан ептілікпен алыстайды. Генри оны кешкі асқа шақыруға шешім қабылдайды. Тек оның нақты куәлігін көрсету үшін. Я спалилась. Кешкі астан кейін олар қоштасады, ал осы уақытта Джекті өзінің қайығында өлтіріп тастайды. Генри телефонына келген хабарламадан оянады. Марино оның үйіне кіргенін айтады. Генри жүгіруді сұрайды, бірақ тым кеш, оны да өлтіріп тастайды. Марино. Ол бар күшімен Дэнниге асығады. Бірігіп Дэнни айлаққа секіруді шешеді. Онда ол жалдамалы адамға қарсы күреседі. Ол сондай-ақ оларды осында кім жібергені туралы ақпарат алады. Мұның бәрін ол Генриге тапсырады. Жаңа күн келеді. Генри мұның бәрі неден басталғанын әлі білмейді. Бірақ қалай болғанда да оларға баруын келеді. Ал қаланың бір жерінде бұл іспен Гемини айналысатынын айтады. Генри Элге звондап, ол Валерийді егіздерді зерттеу тобында болғанын хабарлайды. Дэнни сонымен қатар егіздер бұл Генридің бұрынғы бастығы Клейдің басқаруындағы адамдар екенін айтады. Келесі күні таңертең жау мергенін табудан басталады. Генри мергенді достарынан алыстатады, ал мылтықта өзін байқайды, бірақ әлде қайда жас. Кішісі Генри сияқты қабілеттерге ие. Сөзбе-сөз клон сияқты әрекет етеді. Генри мотоциклмен кетуге шешім қабылдады, бірақ кіші Генри оның мотоциклмен де қуады. Ол Генриді құтылатып үлгереді. Ол жерге полиция келеді. Кіші Генри қашып кетеді. Бірақ Генри тұтқындалады. Дэнни оны тез арада босатады. Түнде олар Юримен кездесу үшін Будапештке барады. Дэнни сонымен қатар олар өте ұқсас болды деп айтады. Кіші Генри бұл уақытта Клейдің жанында отырады. Ол Генридің шеберлігіне таң қалады. Бірақ олардың сөзбе-сөз бір адам екенін әлі байқамайды. Содан кейін олар РМС жаттығуын бастайды. Және ақырында кіші Генри Будапештке барады. Онда Дэнни Аникамен кездесіп, ДНК сынағын өткізу үшін кіші Генридің материалдарын береді. Біраз уақыттан кейін ол Генриге кіші Генри оның клоны екенін хабарлайды. Өйткені олардың гендері бірдей. Бұл Генриге әсер етеді, бірақ Юри оларды қазірдің өзінде күтуде. Ол Виктордың оның астында жұмыс істегенін айтады. Генри бұл эксперименттің қатысушысы болды, ал пойыздағы миссия Виктордың өз жұмысында серпіліс жасауына байланысты болды. Әзірге Клей клонды жанашырлық сезімінсіз жасағысы келді. Бұл Викторды даму тобынан кетуге мәжбүр етті. Генри лассеттерді бопсалау үшін адамды жібереді. Содан кейін Генри лассеттерге қоңырау шалып, кіші Генриді оған әкелуді бұйырады. Дэннидің орнына. Ол бірден келіседі және кездесу орнын айтады. Бірақ түнде кіші Генри өзі Дэнниге шығады. Оны катакомбаларға апарады. Және Генриден Дэнниді құтқарғысы келсе, оларға келуін сұрайды. Ол сондай-ақ ішке кірген кезде созылу белгілерін орнатады. Генри бұл тұзақтан керемет түрде аулақ болады. Және кіші Генриді өзі ұстайды. Бірақ оны жойғысы келмейді. Ол сондай-ақ оған Клейдің кім екенін және кішісі клон екенін айтады. Кішісі бұған сенбейді. Содан кейін Генри Клей 25 жыл бұрын оның қанын алғанын айтады. Ол кішіні құру үшін қолданған. Болашақта қажетсіз болғанда оны ауыстыру үшін. Ол бірте-бірте күмәндана бастайды, бірақ әлі де толық сенгісі келмейді. Жаңа төбелес басталып, кішісі ақырында қашып кетеді. Және отряд Джорджияға кетеді. Кішісі Клейге оралып шындықты айтуды бұйырады. Енді ғана ол
бұл былайша айтқанда қажетті өтірік екенін айтады. Өйткені ол тек оған жақсылық тіледі. Отряд тағайындалған жерге жеткенде кіші Генри Арау мен Генридің мойнына атады. Өйткені оған аллергиясы бар. Бірақ оны арнайы затпен құтқарады. Өйткені ол Генридің жағына өтіп, Клейді жеңгісі келеді. Генри оған өзінің өткені туралы айтады және одан өзі үшін бақытты өмір құра алмайтындай болуын сұрайды. Кішіге Клей қоңырау шалады және ол көлікті тастап кетуге бұйрық береді. Өйткені олар тұзаққа түсіп, машиналарын жойып жібереді. Барон бұл дүниеден кетті. Басқа сарбаздар ғимараттарды қоршап алады. Генри мен Дэнни қарсы тұра бастайды, бірақ сандық артықшылық олардың жағында емес. Олар үйге жасырынуды шешеді. Кіші Клейден тоқтауды сұрайды, бірақ ол Генриді жою міндет екенін айтады. Бұл кіші келіспейді және төбелес басталады. Бірнеше секундтан кейін ол Клейді жеңеді, бірақ оқ атудан тартынады. Содан кейін ол ғимарат ішіндегі барлық сарбаздарды залалсыздандырады. Бірақ басқа кәсіпқоймен де кездеседі. Оның сауыты керемет күшті, оған ештеңе зиян тигізбейді. Бірақ көп күш жұмсағаннан кейін олар оны жеңе алады. Маска астында өте жас Генри болып шығады. Оларға Клей де келеді. Ол егіздердің мақсаты идеалды жауынгерлерді құру екенін. Содан кейін бірде-бір американдық жауынгер бұдан былай зардап шекпейтінін айтады. Кішісі қазірдің өзінде Клейді өлтіруге шешеді. Оны Генри өкініп қалмас үшін тоқтатады. Кейіннен оны өзі атып тастайды. Егіздер атты эксперимент жабылады. Ал біраз уақыттан кейін Генриге Дэнни қонаққа келеді. Кіші Джексон болды және инженер болғалы тұр. Осылайша ол Генридің арманын орындады. Сонымен киномыз аяқталды. Комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Жанна киношоу арнасы. Жақын арада кездескенше.